Ассалаумағалейкум, құрметті шаңырақ оқырмандары. Қызылорда қаласы Ақмешіт Мөлтек ауданы 24-ші үй, көп қабатты үй. Осы үйден 4-ші қабатында орналасқан 3 бөлмелі пәтер көрмекшіміз. Бұл үйдің жылы 1989 жылғы. Аула көрінісі, балалар ойнайтын алаңы, бейне бақылау, одан қалды көлік қоятын жер, өте ыңғайлы, кең. Подъездің көрінісі, подъезд жинақы, таза, кафельденген, жақын арада краскіленген. Бұл сыртқы есігіміздің көрінісі. Үйдің өзін көрсек, кіреберіс бөлігіміз. Кіреберіс бөлігімізді Леонардо жақпасы. Жалпы үйдің барлық үстіңгі бөліктерінің барлығын натяжной потолок тартылған. Бір жақсы жері, бөлмелеріміз жан-жаққа шығады. Мына жағында қонақ бөлмеміз, жатын бөлмеміз, және де 3-ші жатын бөлме. Ал мына бөлігінде ас бөлмесі, өзіне тиесілі кішкене ғана балконы бар. Мына жағында 2 бөлек орналасқан санитарлық торабы. Кең, көріп тұрсыздар, үйдің атмосферасы жақсы. Жалпы үйге жөндеу жұмыстары жүргізілген. Бұл қонақ бөлмеміздің көрінісі, кондиционер бар. Жиһазымыз, мына тұрған жиһаз бағалы. Құрамы толық шыныдан тұрады. Бұны қосымша үй иесімен саудаласасыздар. Қабырғамыз түсті қағаз, жердегі төсенішіміз толықтай линолеум. Мына жағында балкон, 2-ші балкон, декормен қапталған, кішкене ғана терезесі. Енді осы бөліктен шығып, үйдің жатын бөлмесін көрсек. 1-ші жатын бөлмеміз. Үйдің көрінісі көзге өте ұнамды. Түс қағаз бұл бөлмеде. Линолеум, барлығы жинақы түрде жасалған. Осы жатын бөлмеден шығып, келесі жатын бөлмеге барар жолда кладовкамыз бар. Яғни қоймамыз. Жақсы пайдаланып отыр. Қазір бұл жақта келешекте киім ілуге, болмаса төсек немесе заттар жинауға өте ыңғайлы. Встроенный шкаф дейміз. Енді осы жақтан шығып, 2-ші жатын бөлмемізді көрсек. Қазіргі таңда балалар бөлмесі болып қолданыста. Міне тренажерлық құрылғы бар. Натяжной потолок. Арғы ас бөлмесі жағындағы балконға шығатын терезе бар. Үйдегі жиһаздарды жалпы үй иесімен толықтай ақылдасасыздар, қалатыны қалмайтыны. Үйдің ауданы шамамен 69 шаршы метр. Кіреберістен оң жағында орналасқан ас бөлмесі. Ас бөлмеміз кең. Мына аймағына жөндеу жүргізілген, яғни өзгертілген. Бұл құжатта көрсетілген толық. Және де мына аймақ толықтай есік салынып, арғы жағы балкон ретінде пайдаланыста тұр. Ол да құжатта көрсетілген. Леонардо жақпасы, ас әзірлейтін бөлігіміз жартылай жерге дейін кафельмен жабдықталған. Бұл жақсы. Осы көріп тұрған ас бөлмесінің жиһазы қалады. Енді кіреберістің дәл оң жағында орналасқан, 2 бөлек орналасқан санитарлық торабын көре кетсек. Жартылай кафельденген жуынатын бөлігіміз. Натяжной потолок тартылған. Жердегі төсенішіміз кафель. Таза. Әжетхана бөлігі. Арестоны бар.
осы үйді сатып алу жөнінде біздің инстаграм парақшамыздың постасындағы нөмірге хабарлассаңыздар болады.